әрекеттердің осы ағымға ұрынуына себеп болып ойлайсыз? Бұған дейінгі берілген ұлттық тәрбиенің кемшілдігі ма, жоқ әлде сондай жат пиғылды діни ағымдардың әрекеттерінің белсенділігінің арқасында ма? Қалай ойлайсыз, осы неден болды? Менің ойым мынау, адам баласы өзінің қабілетін біледі, қандай өзінің мүмкіндігі бар, қолынан қандай іс келетінін біледі. Мысалға, мен балам өзін орысша айтқанда реализовать ете алмай кетті. Ол қызмет істеп жүрген кезде, осының университет біткенде ауылға келіп біраз қызмет істеген осы жерде, ауылдық хакимиятта. Сонда істеп жүрген кезде, жас бала ғой, институт жаңадан бітіріп келіп істеп жүрген. Сол кезде істеп жүрген кезде, осы жерде ауылдастар, оның алдына бұрын жұмыс істеп жүрген налоговыйда істеп жүрген. Сол кезде солар бірдемеде үгіттеп, әлгі техниканы қадағалауға, сол кезде ақы төлейді ғой. Сондай ақы төлейтін кездерде бірдемелерді үйреткен болу керек. Содан өздері біреудің машинасын техосмотрдан өткізіп берген, арзандатып па, кемітіп па, сондай қылған ғой. Содан балам бұл жақтан істемей қалаға кетіп қалып, жаңағы статус процессе жүрген кезде 2 жылдан кейін финансы полиция тексереді. Финансы полиция тексереді, соның алдынан сол шығады. Сол қағаз, потом финансы полиция тексерген ғой. Генеральный прокуратурды тексеру болады ғой. Сол кезде алдынан шыққан кезде, содан кейін оны жұмыстан шығарып тастады ғой. Ол жаңағы несін берген кезде, хабарын берген кезде, тексерген кезде, олар жаңағы толтыра ғой жұмысқа тұрған кезде. Сол кезде ол жасырып қалса керек екен жаңағы. Сондай жаңағы финполиция тексерісте болған ана-мынауын. Содан кейін сен ағып жасырдың деп, соны жұмыстан шығарыпты. Содан кейін 1 жыл бойы, почти 1 емес 2 жыл бойы жұмысқа тұрғыза алмадым. Мен тұрғызған жұмыстарым ұнамайды да, балам ұнамады. 3-4 жерге жұмысқа тұрғыздым. 1 ай 2 ай істеп шығып кетеді, 1 ай 2 ай істеп шығып кетеді, ұнамады. Сөйтіп жүргенде, как раз жаңағы әйелімен ажырасып, дін бойы бойынша әйелімен ажырастым. Сол кезде әйелім осы балам қолына барып тұрды ғой. Сөйтті, баламды осы дінге жықты. Именно тәкпіршілердің дін екен ғой, білмеймін ғой да, ол кезде мен діннен онша хабарым жоқ болатын ол кезде абсолютно. Содан кейін ғой мен осы изучать етіп, діннің бәрін қалдырмай, бәрін іздеп, жолығып жүргенім. Түсіндірші маған, бұл не деген сұмдық деп мысалға. Содан кіргеннен кейін, одан кейін кіші балам оқып жүрген, оны тықты, мына қызым мединститутта оқып жүрген, оны тықты, жаңағы ажырасып кеткен әйелім, білдің ме? Содан бұдан осы діннен менің балам өзін бір защищен болып көрді. Себебі анау тексеру жүріп қамауға алған кезде, ең алғашқы жаңағы соттылардың алдында ана следователь айтты ғой, сіздің балаңыз өзін как революционер ретінде ұстайды дейді. Революционер сияқты. Мына бір жаңалық, жаңағы осындай жаңағы именно дін жолындағы жаңағы сондай революционер сияқты ұстайды екен деп. Сонысынан қарағанда өзінің кейін мен өзімен таласып, айтысып, тарысып жүрдім олармен. Жинап аламда жолығамызда, ей балаларым, сендердің ылғи литератураның бәрін апардым. Вахабистің туралы литератураларын апардым, жаңағы Хизбут тахрулдардың литератураларын апардым. Қарашы, мынаның бәрі жихадқа шақырады, соғысқа шақырады. Бұл наған дін, бұл жақсы дін емес қой бұлар, білдіңдер ме? Бұны құрып кетесіңдер, ертең сотталып кетесіңдер, ертең бірден мерт боласыңдар бәрін деп. Қалай сол дінге кірді, қалай бөлектеніп шығып кетті, содан бастап мен де қалған жоқ арттарынан, осы айтып жүрдім. Сол себепті осы діннің құдіреті бір жағы балалардың өзін жағы реализация ете алмай, осыдан бір паназ дегенде болады да, сол жерге барып олар жаңағы өздерін жаңағы дінге уағыздап, елдің бәрін шақырып, білгішленіп жаңағы айтады ғой, мынандай біздікі дұрыс, анау мынау дегенде олар өздерін значит бір өзінің орнын тапқандай сезінетін болу керек. Мынандай жай мемлекеттік жұмыстарда оларды ешкім елемеді. Ешкім оларды қабылдамады жұмысқа. Оларда бірдеме ұсынбады, мысалы, олардың қабілетін біле алмады деп ойлаймын. И жаңағы олардың қасындағы 21 жаңағы сотталғандардың бәрі де, соның бәрі де сондай балалар. Олар нағып, мына обычный преступлениеге, жаңағыдай неге жастар неге барады? Олар уже тығырыққа тығылады. Басқа жол жоқ уже. Басын алай тұрады, тасқа дарады, тауға тұрады, тығырықтан шығатын жол таппайды. Сол кезде біз көмекке бармаймыз ешкім. Біреулеріңіз барып көмекке барсақ, қол ұшын соссақ, мынау дұрыс емес, бүйтіңдер деп. Сондай жан барып жаңағы жастар әлгі преступлениеге барады ғой. Адам өлтіреді, кісі өлтіреді, адам тонайды, тағы да басқа заттарды істейді. Мен ойым біріншіден. Именно екіншіден мынау
уахабистердің тәкпіршілердің несі дұғасы қатты ма деймін. Себебі мен қаншама пример көрсетіп, мына жақтан өліп жатыр, мына жақта үйтіп жатыр десем, олар қабылдамайды ғой. Бұлар замкнутый. Себебі телевидение көрмейді, газет оқымайды, той томақ ағайын туғанға бармайды. Олар замкнутый өзіне, білдің бе? Сырттан ешқандай информация жоқ, кірмейді, қабылдамайды олар ондайды. Тек бір бағыт. Жаңағы өздерінің жаңағы 5 уақыт намазымен, жаңағы өздерінің жаңағы шахидтігі, шейіттігі, о дүниеге бару бітті. Сол о дүниеге қалай бару, соның жолын іздейді. Бұл жихадистердің де іздейтін сол екен ғой. И олардың бәрі жаңағы аяқта тұрған басшылары, өңшең жаңағы оқымайтын жас қыздар, балалар, студенттерді жаңағы мойнына бомбалап жіберетін солар екен ғой мысалға. Не біледі анау жас? Әй сен ертең жихад жасасаң, шахид боласың, о дүниеге жұмаққа барасың дейді. Мына дүниенің қызығын әлі көрген жоқ, о дүниенің қызығын көрейін, оның әуені жақсылап суреттейді, о дүниеде сұмдық керемет бар мысалға, сен керемет боласың деп. Не біледі олар? Олар өмірдің дәмін татқан жоқ қой. Құдай адамды не үшін жаратты? Мына өмірге өмір сүр, ұрпақ өсір, өмірдің осы қызығын көр деп жіберді ғой, осы жерге. Солай емес пе Құдай? Сен барасап, туасап, қой сен мен үшін өл деп жүрген жоқ қой. Үйде өлетін бар, немене келтіреді бізді дүниеге? Келтірмей қоймай ма дейді Құдай абсолютно. Жай қарапайым психология, жай әшейін да. Мен жай қарапайым адам психологиясын айтайын. Ой, мұны ғалымдардың несін емес мысалға. Соны түсінбейді ғой. Солай түсіндіріп айтамын мен. Сонда не үшін жоқ? О дүниеде өмір бар. Ол дүниеде қызық, сол жаққа бару керек. Міне мәселе. Қазір соларда мына жүрген дауатшыларды мен бір-екі мынау мешітте болып көрдім. Бір-екеуін өзімді қуып жүрдім. Сонда олардың айтатыны бәрі жаңағы о дүние, ақыр ниет жағы. Сояқ жақсы екен, сояқ тек о дүниені айтады. Мен талай балаларға ұрысқам. Әй, сендер о дүниеде шаруаларың қаршы. Сен бүгін келдің ғой дүниеге. Сен дүниеге өмір сүруің керек, сен білдің бе? Халқыңа қызмет жасауың керек мінекей. Ата-анаңа қызмет жасауың керек сен. Сен сонсыз келдің сен. Білдің бе? Құлшылық қылсаң құлшылық қыл. Бірақ сен қызмет істеуің керек қой. Немене келдің? Онда сол шығып туаса өле салмайсыңдар ма? Міне қайда психология деген. Дәуреннің сотты болуы қалай болды? Не мәселемен айыпталды негізі? Толығырақ айта кетсеңіз. Қай жылдары? Дәуреннің істі болуы 2008 жылы. Бұл 2007-2006-да кірді ғой осы дінге. Оның бөлесі жаңа менің бажамның баласы ең бірінші кірген дінге сол Жарғажайып дегендер. Соның шешесі екеуі. Олар ол дінді өзі Бішкектен әкелді. Онда Жарғажайыптың баласы көзі соқыр болып қалды, аяғы жүрмей қалды, ауру болатын. Содан ол бақсы балгерге медицинаның бәріне барады, қаралады, болмайды. Содан Бішкекте бір молдаларға қаралады ғой, молдаларға. Солар ақыры бұны кішкене емдеп жазады, көз кішкене көретін болады, аяғы жүретін болады. Содан кейін ол бұл дінге Құдай да сенеді. Содан кейін сол өзі ұйымдастырады. Қазір де сол тәкпіршілердің әміршісі сол Жарғажайып Біржан деген азамат Қостанайда түрмеде жатыр. Қазір әзір де сол. Сол барап өзі жамағат құрады. Жамағатқа бар жақтан Бішкектен де Чеченстаннан да, Орыстан да, айналадан сол жерге жинала бастайды ғой. Сол жерге жиналып сөз жүргенде ең айқайды саған мен соны тағы да. Аттан сап сол жиналып жүргенде КМБ-ға барғам. Ей ағатайлар, не қарап отырсыздар? Мына түптерінде не болып жатыр? Білесіңдер ме мына? Мына Жарғажайыптың үйіне мына жан-жақтан адамдар келіп, жамағат қойып, мешітке бармайды, өздері қарамайсыңдар ма? Мына құриды ғой деп. По-моему, сол кезден бастап бұлардың ұлттық қауіпсіздігін оларға наблюдение ала бастады. Әбесе жай барақат жүрген оларында. Ешқайсысы. Сол кезде олар жамағатта не? Жиналады. Олардың айтатындары бұл не? Жихад. Өнен кейін жүрген жүріс-тұрыстарын көрмейсің бе? Киімдер қалай болса солай. Кір-қожалақ, үстілеріне не бірдеңелер салады, аяқтарына бірдеңелер салады, сақалды жібереді мысалға. Олар мына дүниеге ештемеге қызықпайды ғой. Тамағы болса болды. Бітті. Сонда жаңағы кімдер, КМБшіліктер бар, жаңағы полициялар бар, ескертеді оларды. Әсендер қойыңдар, үйтпеңдер, мешітке барыңдар дейді оларға. Бір-екі мешітке барады да қайтып кетеді, мешітке бармайды, мешітке бізге баруға болмайды дейді олар. Орталық мешітке мысалға. Оны сөйтіп жүргенде өздері жамағат болып жиналғанда видимо айтады ғой жаңағы. Олардың сөзі солай емес пе енді. Жихад, шахид, о дүниеге бару керек, үйту керек.